Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған, түріктің тәңірі берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды Тұран дескен, Тұранда ер түрігім туып өскен. Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Тұранның тарихы бар отты желдей, соғылаған қалың өрттей аспанға үрдей. Тұранның жеріменен суыда жат, теңіздей терең ауыр ой бергендей. Түркістан қаласының орталығында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ерекшеліктеріне шолу жасайық. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің шығыс бөлігіндегі мына ойық не үшін тұр деп ойлайсыздар? Бұл ойық Ілияс хан ойығы деп аталады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің құрылысының барысында бұл жерде Ілияс ханның мүрдесі табылған. Сол себепті Әмір Темір құрылысшыларға ойықтың үстін бұзбастан, оны айналып ойық етіп салуды әмір береді. Сондықтан да осы құдықхана бөлігі сыртынан ойық болып көрінеді. Ілияс хан бізде Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті болған деседі. 1834 жылы болған соғыстың нәтижесінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің батыс бөлігіне 11 зеңбірек тиеді, және нәтижесінде бізде асхананың жоғарғы бөлігі зақымдалады. Кейіннен уақыттар өткеннен кейін жөндеу жұмыстарына қаржы бөлініп, осында екі түйреуіш орнатылады. Кесененің оңтүстік қаттау бетінде құрылыстың аяқталмағаны көрініп тұр, яғни оның биіктігі 63 метрді құрау керек болған. Қазіргі таңда ол тек қана 41 метрмен шектелген. Яғни 1389 жылы басталған құрылыс 1405 жылы Әмір Темірдің жорықта қайтыс болуынан тоқтап қалады. Және қазіргі күнде осы құрылыстың неге аяқталмасқа деген сұраққа бізде кесене ЮНЕСКО-ның құрамына енгендіктен, оның қорғауына алынғандықтан, ол тарихи және мәдени мұра ретінде түпнұсқа күйінде сақталуы қажет. Кесене айналдыра Алланы мадақтау сөздерімен, Құранның сүрелерімен өрнектелген. Алайда бір ерекшелік, кесененің құрылысы қараусыз қалған уақытта шеберлер өздерінің қолтаңбаларын, аты жөндерін қалдырып кетіп отырған. Және оның бірі осы 6 бұрышты қыштың ішінде Шам қаласынан келген Әбділлахап шебердің атын теріс күйде жазып кеткен, яғни оны тек айна арқылы көріп оқуға болады.